Ассалямағалейкум, сәлем баршаңызға. Мен сіздерге бүгін балдың пайдасы туралы бір қатар мәліметтер беретін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бал жұмысшы бал арасының гүлді өсімдіктердің шырынынан өңдеп шығаратын өнімі қоймалжың сұйық зат. Ара жандығы пайғамбарымыз Мұхаммадтан саллаллаху алейхи уассалам өлтіруге тыйым салған 5 жәндігінің бірі. Бүгінде ара балының адам денсаулығына пайдалы екендігін білмейтін кісі кемде-кем. Бал қосылған шай ішсеңіз, бойыңыз сергіп, көңіліңіз көтеріңкі жүреді. Алайда балмен емдеудің түрлі жолдары мен әдіс тәсілдері көп екендігін біріміз білсек, біріміз білмейміз. Тістің түбін бекемдеп, тісті ағартуға бал мен уксусты қосып, тісті 3-4 рет шайса, тістің түбі бекемделіп, тіс әппақ болады. Құлақ ауруларына, сиыр сүтіне, ешкі сүтіне, бұлар болмағанда жұмыртқаның ағына балды араластырып жылытып, құлаққа тамызса, әртүрлі құлақ ауруларын жазады. Ұйқысыздықтан құтылу үшін жасалатын әртүрлі ем бар. Солардың ішіндегі ең тиімдісі бал жеу. Жатар алдында 1 шай қасық балды 1 стакан жылы суға араластырып ішсе, жүйкеге жайлы әсер етіп, тез ұйықтауға көмектеседі. Таза аудада көбірек жүру, күнделікті бір уақытта дағдылану да өз кезеңінде ұйқының тұрақтылығына ықпал етеді. Отқа, қайнаған суға күйген жеңіл күйікке жараның бетін физиологиялық тұзды сумен тазалап жуып, артынан жараға бал жағады. Қан қысымы көтерілгенде зығырдан 50 грамм, балдан 60 грамм, 220 грамм қайнаған суға қосып, күніне 2 рет ішсе, қан қысымын төмендетеді. Суық дегенде, тұмауратқан кезде балды ыстық сүтке немесе лимонның шырынына қосып, аурудан әбден айыққанша ішкен дұрыс. Ол үшін 1 стакан ыстық сүтке 1 шай қасық бал қосып ішеді. Ал сүт жақпайтын адам бүтін 1 лимонның шырынына 100 грамм бал қосып, әбден езілгенше араластырып, сұйылған соң пайдалануға болады. Оны ішкенде 2-3 күнге жылы үйде жатқаны жөн. Өйткені бал адамды терлетеді, ал терлеген кезде тез суық тиеді. Сондай-ақ шәйнекте қайнап тұрған суға 1 ас қасық бал қосып, ауыз бен мұрынды булау тамақтың қызарғанын басады. Асқазан, ішек науқасына шалдыққан не қышқылы аса көбейіп, керісінше өте азайып кеткен адамдардың да балды ем ретінде пайдаланғаны жөн. Әсіресе асқазанында жарасы бар науқас тамақтың алдында 1,5-2 сағат бұрын немесе тамақтан 3 сағат кейін үзбей бал жеп отырса, ауруы бәсеңсіп, жүрек айнуы мен асқазанның қыжылдауы басылады. Әрі бал қанның құрамындағы гемоглобинді көбейтеді. Қышқылы аз адамдар 1 ас қасық балды тамақты ішер алдында ғана жесе, ол ас қорытатын шырынның көбірек бөлуіне әсер етеді. Ал қышқылы көп адамдар тамақтан 1,5-2 сағат бұрын пайдаланса, асқазан қышқылын азайтады. Балды әсіресе бауыры және өт жолы ауыратын адамдар көбірек пайдаланады. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, яғни творыққа, сәбізге, лимон шырынына қосып жеген дұрыс. Кейде тұрыптың, яғни редька дейміз, ішін үңгіп, оған балды толтырып қойып, 3-4 сағаттан кейін дайын болған шырынды өт жолы ауыратын ересек адамға ас қасықпен, ал балаға шай қасықпен күніне 2-3 рет беру керек. Мұндай әдіс өт жолы мен бүйректе құм, тас жиналудан сақтайды. Балықтың майына қосылған бал асқынған жарақатты оңай жазады. Аузы ойылған адам бал жесе тез айығатыны белгілі. Бал күйген жерге де пайдалы. Күйікте балды күніне 2 рет жағып отыру керек.
Жараға жағатын дәріні 60 грамм балға 1 шай қасық балық майын қосып, жақсылап араластырып жасайды. Бал жүрек ауруы бар адамға да таптырмайтын ем. Оны белгілі бір мөлшерде анардың шырынына қосып та ішеді. Қатарынан 1-2 ай үзбей ішкен ауру адамның жағдайы да айтарлықтай жақсарады. Кеудесі жиі қысылып, жүрек соғысы нашарланған адамға да бал жақсы көмектеседі. Қатарынан 1-2 ай үзбей күніне 50-140 граммға дейін бал жеген адамның жағдайы да жақсарады. Менімен бірге сонына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлназ.